Адамзат пайда болғаннан бері өзіне жауабы белгісіз жұмбақтардың сырын ашуға ұмтылып келеді. Әрине, қазіргі таңдағы табиғатта бұрыннан бері жұмбақ болып келген құбылыстардың көбісінің логикалық түсіндірмелері бар. Дегенмен де, кейде мистика мен ғажайыпқа мүлдем сенбейтін адамдардың өзін екі ойлы қылдыратын құбылыстар болып тұрады. Міне, сондай құбылыстардың көбі аспанда болады. Себебі аспан әлі күнге дейін толық зерттелмеген кеңістік. Сол себепті онда бәрі болуы мүмкін. Сәлем көрермендер, сіздерге дәл осындай камераға түскен аспанда болған 5 ерекше құбылысты көрсететін болады. Ал сіздер арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Жылдың қарашасы, Қытай, Пекин. Интернетте тез таралған Қытай әуе күштерінің түсірген видеосы. Бұл видеода белгісіз бір үлкен фигураның бұлттар арасында қалай кетіп бара жатқанын көруге болады. Бұл видеоны шығысы мен жаңалықтар порталынан көп уақыт өтпестен өшіріп тастайды. Бірақ бір пысықайлар кішкене үзіндісін жасап үлгерген көрінеді. Бұл видеода біз нақты бұл заттың не екенін біле алмаймыз. Бірақ байқағандарыңыздай Қытайдың тікұшақтары объектіні айналып зерттеп ұшып жүргенге ұқсайды. Құдды бір Голливуд фильмдеріндегідей көрініс. Бұл өзгеше бір құбылыс Ресейде байқалған. Бір қарағанда ерекше ештеңесі жоқ сияқты көрінгенімен, белгісіз бір шеңберге ұқсас бұлт сияқты дене түзу траекториямен жылдам қозғалып барады. Анықтап қарасақ, әлгі бұлттың ішінде бір кішкентай жарық нүктенің бар екені байқалады. Кім білсін, мүмкін бұл компьютерлік графика ма, әлде табиғатта сирек кездесетін сондай құбылыс па, жоқ әлде осындай сәйкестік пе, бәрі де мүмкін. Я не знаю. Что-то в центре светится, да? Это сегодня... Вообще без понятия. Смотри, какая здоровая. Свечение, да? Ты смотри, ярче, в смысле, круг больше. Қараша айы 2016 жылы солтүстік теңізде түсірілген бұл видеода балықшылардың ерекше құбылысқа куә болғаны баяндалады. Бұл видеода үлкен НЛО-ға ұқсас объекті бейне бір таудың басын жұлып алып қоя салған сияқты. Оның жанындағы дөңгелек отты шарларға ұқсас заттардың теңіз үстінде ұшып қалқып тұрып бұлттарға сіңіп жоқ болғанын көруге болады. Әрине видео монтажға қатты ұқсайды. Бірақ видеоны түсірген адам бұл құбылыстың шынымен де оның басынан өткенін айтып ант су ішіп отыр. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл видео бір кездері интернетте танымал болып, құпиясы ашылмай қалған. Видеода аспанда күн күркіреп тұрған сәтте бір белгісіз жылқыға ұқсас қозғалатын объекті көрсетілген. Арабша түсінбесек те, видеоны түсіріп тұрған адамдардың қалай шошынып Аллаға жалбарынып жатқаны анық естіледі. Мына видеода кәдімгі біз білетін айдаһарға ұқсас белгісіз бір тіршілік иесінің солтүстік Америка көгінен ұшып өткен көрінісі бейнеленген. Видеоны түсірген адамның айтуынша, ол аспаннан бір белгісіз дауысты естіп, далаға шығып, тез арада камерасын алып, осы көріністерді түсіріп үлгерген. Бірақ бір қызығы, егер бұл айдаһар шынымен де осылайша ап-анық солтүстік Америкадан ұшып өтсе, онда неге тек бір адам ғана бұл видеоны түсірген? Менің солтүстік Америкада тек осы адамда ғана камера бар дегенге күмәнім бар. Дегенмен де кім білсін.
Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, егер сіздер өмірлеріңізде бір рет болсын аспаннан осындай белгісіз бір құбылыстарды көрген болсаңыз, төмендегі комментарийге жазып кетулеріңізге болады.